Қайырлы күн. Номер 502 есеп, математика 6 сынып. Талқылайтын боламыз. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін, немесе терімділік қасиетін пайдаланып шығар деген. Қараңыздар, номер 502 есепте бізде 6 есеп берілген. Бұл жерде біз ауыстырымдылық немесе терімділік қасиеттерін пайдаланып, яғни өзімізге тиімді тәсілді пайдалана отырып, есепті мәнін табуымыз керек. Яғни есепті оңай есептеу жолы және тез шығару жолын табуымыз керек. Мына жерде минус 0,2. Бұл қалғандарын қарасаңыз бүтін сан. Демек, мен бұны бүтін санға айналдыруым керек. Ол үшін не істеймін? Ол үшін осы бүтін болатын көбейткіш іздеймін. Қандай санға көбейткенде менде 1, 10 сияқты бүтін сан шығады. Әрине 5-ке. Демек, минус 0,2-ні 5-ке көбейтемін. Нәтижесі 1 болады. Сосын 13-тің өзін көбейтемін. Сонда 1-ге 13-ті көбейтсем, менде 13. Мұнда 1 болған себебі 2 теріс санның көбейтіндісі бізде оң сан болады. Екінші, минус 2,5 көбейті 1,3. Қазір мен мынаған көбейтіп, 14-ке көбейтіп жүрмеймін. Бұны ойша жылдам көбейтемін. Яғни соңы 5-пен аяқталып тұр. Онда қандай санға көбейткенде соңы 0-мен аяқталатын көбейткіш іздеймін. Осы көбейткіштердің ішінен. Демек, ол бізде минус 2,5-ке 4-ті көбейтемін. Яғни 2,5-ке 4-ті көбейтсем, менде 10 шығады, 10 бүтін шығады. Минус 10 бүтін шығады. Себебі теріс сан мен оң санның көбейтіндісі менде теріс сан болады. Көбейту минус 1,3. Енді ойша көбейтіндігін орындаймыз. 2 теріс санның көбейтіндісі оң сан болады. Мұнда 10 дегенде 1 0 бар. Демек, 1 үтір артқа жылжытамын. Үтірімді 1 сан артқа жылжытамын. Демек, минус 10 көбейту 1,3. 1 үтір артқа жылжытқандықтан плюс 13 деген жауап шығады. Келесі, үшінші есепте дәл солай, жаңа 25-пен аяқталып тұр, соңы 0-мен аяқталады. Көбейткенде 0-мен аяқталатын санды іздеймін. Әрине ол 4. 0,100-ден 25-ке 4-ті көбейтетін болсақ, бізде 1 бүтін шығады. 1 бүтін шығады. Демек, минус пен минустың көбейтіндісі 1, көбейту минус 0,3. 1-ге қандай санды көбейтсек, дәл сол санның өзі шығады. Демек, минус 0,3-тің өзі шығады жауабы. Төртінші, бұл жерде 10-нан 7 деп тұр. Демек, бұл не деген сөз? Бұл минус 0,10-нан 7, 10-дық бөлшек түрінде, осылай жазылады деген. Енді қараңыз. Мұнда тиімді әдіс, соңы 0-мен аяқталатын іздеймін. Минус 4 пен 5. Ол менде минус 20-ны береді. Көбейту минус 0,10-нан 7. Әрине, мұны да ойша есептеуге болады. Менде 1 0 бар. 1 0-ді жоямын да, бірақ 1 цифр үтір артқа жылжытамын. Сонда 7 қалады, 7 бүтін болады. 1 0-ді жоямын, орнына есесіне 1 үтірді 1 цифр артқа жылжытамын. Демек, минус 2-ге 7-ні көбейтетін болсам, жауап плюс 14 шығады. Келесі, 5-ші есепті. 5-ші есепте бізде жай бөлшектер берілі тұр. Бұл жай бөлшектерді орындау үшін қысқарылатындарын іздеймін. Негізінде жай бөлшекті 3-е берген кезде әрдайым сізге ыңғайлы жолын іздеңіз. Яғни, минус 15 ең үлкен санды аламын да, алымдарынан осы санға қысқарылатын сан іздеймін. Біреуі бөлімінен болса, екінші қысқарылатын санымыз алымынан болу керек. Ол 3. 15 пен 3, екеуі де 3-ке бөлінеді. 15-ті 3-ке бөлсем 5, ал 3-ті 3-ке бөлсем 1. Келесі 8 үлкен сан болып тұр, бөлімінен іздейм, ол 4. 8 4-ке бөлінеді, демек мұнда 1, мұнда 2. Енді қарап отырсаңыз, мұнда бізде 2 бар. Алымында тұр, Бұл 2 мен
мына 2-ні қысқартып жіберемін. Екеуі де 2-ге бөлінеді емес пе? 1. Сонда не қалды? Жауабына соны жазамын. Бұл жерде көбейткіштер саны тақсан, яғни 3, минус пен минус плюсті береді, оған минусты көбейтсем минусты береді. Яғни тақсан болғандықтан минус өзгеріссіз қалады. Бөлімінде 5 қалды, 1 қалды, 1. 5-ті 1-ге көбейтсем 5, алымында тек қана 1 қалды, 1. Бұны ондық бөлшек түрінде жазамын, ол минус 0,2-ге көбейтіп жіберетін болса, минус 0,2. Келесі соңғы есеп, мына бөлімінде, бүтін санның бөлімінде 1 бар деп білеміз, е? Демек, мына 4 пен мына 4-ті қысқартамын. Мұнда 1, мұнда 1. Не қалды? Соны жазамын. Бөлімінде ештеңе қалған жоқ, 1 қалған. Кез келген санды 1-ге бөлсем, сол санның өзі болады. Сол себепті бөлімін жазбаймын. 2 теріс санның көбейтіндісі оң сан болады. Онда менде жауабы оң сан болады. 3-ге 5 алымдарын ғана көбейтемін онда, 3-ге 5-ті көбейтемін, 15. Сонда 6-шысының жауабы плюс 15 деген жауап шығады.